Сізбен біз бас ауырып балтыр сыздағанда не істейміз? Мұндайда күйбең түршілік күйсін дейсіз ғой. Рас қой, әйтеуір 101, 103 нөмірлерін телефоннан теруді бетін аулақ дейміз. Тіпті қасқағым сәттің өзін тежуге тырысатынымыз бар. Көлік кешігіп жатса, өзімізді қойырға жер таппай, бөгелмес екен дейміз. Әрине, бұл кезде тас жолда шырылдап келе жатқан жедел жәрдем көлігіне жеңіл көліктің жол беруі маңызды. Шаһар тұрғындары мұндайды қаншалықты сақтап жүр. Бүгін соны көзбен көріп, нәтижесіне куә болайық. Жүз нөмірі. Өзімізді жайсыз сезініп, болмаса сырқаттанып қалғанда бірден қоңырау шалатын номер. Я, деніміз сыр беріп жатса, дәрігерлердің қасымызға бірден жетіп, көмек көрсеткенін күтеміз. Алайда асығып келе жатқан әлеуметтік көлік дер кезінде жетуі жолдағы көлік жүргізушілеріне де байланысты. Қазіргі таңда еліміздегі жедел жәрдем көліктерін сары түске бояу қарқынды түрде іске асуда. Мақсат көлік жүргізушілердің назарын бірден аудару. Біз бүкіл автокөліктерімізді сары түске бояп жатырмыз. Не себептен? Бұрында бізде автокөліктеріміз ақ түсті болған соң, басқа машиналармен бәрімен бірдей болып кетеді, бізге жол бермейтін. Рейд бастала салысымен мына көлік суытқып келе жатқан жедел жәрдем көлігіне жол бермей, оны майы қызметкерлері бірден тоқтатты. Алайда заң бұзған азамат өзінің кінәсін мойындамады. Ақыры соңында майы қызметкерлерінің салған айыппұлына да келіспейтінін баса айтты. Жедел жәрдем немесе өрт сөндіру көлігі шақыртуға зулап бара жатқанда жол бермеген көлік иесі қысқартылған соммада ақша төлейтін көрінеді, ал келіспеген жағдайда ақшаның барлық сомасын төлейді екен. Қызметтік автокөліктерге жол бермеген жүргізушілерге 7 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады. Яғни ол 8417 теңге 50 тиын сомасында қысқартылған мерзімде айыппұл салынады оларға. Келіспеген жағдайда толық айыппұлдың мөлшері салынады. 7 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде. Бүгінгі өткен тексеріс нәтижесінде көлік жүргізушілерінің басым бөлігі қоғамдық көлікке жол берді. Бұл дегеніңіз, қала тұрғындары заңға сай әрекет етеді деген сөз. Жолда келе жатқан бізді мына көліктер бірден өткізіп жіберді. Алайда олардың арасында заңды белшесінен бұзып, тіпті кінәсін мойындамаған бұл көлік жүргізушісі де бар. Алғашында естімедім деп ақталды. Содан соң, енді жолдың шетіне шыға беріп едім, сіздер тоқтатып алдыңыздар деп өзімізге жаба жөнелді. Майы қызметкерлерінің белсенді жұмысы мен түсірілім тобының жұмысының арқасында заң бұзушы ақыры кінәсін мойындап, айыппұл төлеуге келісті. Жүргізушілерге айтарым, ендігі кезекте жаңалықтардан көріңіздер, осылай оқиға болмас үшін қызметтік автокөліктерге үнемі жол беру керек, қызметтік автокөліктерге, қызметкерлерге көмектесу керек. Я, өзіміз көзбен көріп, куә болғандай барлық жүргізушілер заңды біледі деп айта алмаймыз. Заңға қайшы әрекет жасағанымен өз кінәләрін мойындамаған жүргізушілерді де көрдік. Алайда осы әрекетінен кейін сабақ алып, алдағы уақытта жол жүру ережесін сақтап жүрсе болғаны. Пропускайте? Пропускаем. Не нарушаете закон? Нет. Обязательно мигалки қосып берген артынан келе жатса, оң жаққа бұрылып келе жатса, сол жақтан келе жатса, жол беру керек, адам өмірін сақтайды. Кез келген жүргізуші қоғамдық көліктің адам өміріне қызмет ететін есте сақтауы тиіс. Ал адам ол қоғам. Бүгінгі біздің нысанда осы сала мамандар болды. Келесі сіз болуыңыз ықтимал. Есіңізге салайық, сіз біздің кадрдесіз.